Алтынемел. Бұл бірін-бірі жеңе алмай жауынгерлері бөлек-бөлек тауға айналған от күші мен су күшінің ұрыс алаңы. Алтынемел бұл 5 шатырда демалып жатқан сақ көсемдер мен олардың мәңгілік ұйқысын күзетеміз деп тасқа айналған 45 қарауыл. Алтынемел бұл қазақ хандығы пайда болғанға дейінгі 1,5 ғасыр бұрын тамырын жайған құмыр ағаш. Алтынемел бұл кейде сыбызға секілді сызылған, кейде қылғобыз секілді күңіренген, бірақ ешқашан үнсіз қалмай осы талайы тарихты жырлап келе жатқан Айғайқұм. Алтынемел бұл ұлы дала тарихы.